Қайырлы күн балалар, бүгін біз математика сабағынан 116 сабақты қарастырамыз. Суретте көрнекті композиторлар Чайковский және Римский-Корсаковтар берілген. Бірінші тапсырмаға назар аударайық, өрнектердің мәнін тап дейді. Жауаптары жұп сандар Чайковскийдің, ал тақ сандар Римский-Корсаковтың шығармалары екен. Яғни, шерткіш балеті мен Аққу көлі балеті шығармалары Чайковскийдік екен, Алтын әтеш операсы, Сұлтан патша туралы ертегі операсы, Өлмес Кащей операсы шығармалары Римский-Корсаковтық екен. Келесі екінші есепке назар аударайық. Өрнектерді баған түрінде жаз және есепте дейді. Өрнектерді баған түрінде жазып, есептеп шығамыз. Келесі үшінші тапсырмаға назар аударамыз. Теңдеулерді шеш дейді. Бұлар күрделі теңдеулер. Қосымша есептеулерді есептеп, теңдеулерді ықшамдап алып, мәнін табамыз. Келесі төртінші тапсырмаға назар аударайық. Бір орамда 240 метр, ал екіншісінде 120 метр мата бар. Олардың барлығынан қойылымға арналған костюмдер тігілді. Костюмдердің әр қайсына 4 метр матадан жұмсалды. Қанша костюм тігілді дейді. Алдымен есептің шартын құрып аламыз. Бір орамда 240 метр мата бар екен, екіншісінде 120 метр мата бар екен. Бір костюмға 4 метр мата жұмсалыпты. Яғни, осы барлық матадан неше костюм тігілді дейді. Ол үшін бірінші орамдағы матаға екінші орамдағы матаны қосып, барлық матаны тауып аламыз. 360 метр мата болды. Оны 4-ке бөлеміз. Сонда 90 шығады. Яғни, барлық матадан 90 костюм тігілген екен. Енді келесі тапсырмаға назар аударайық. Театрға 72 бала және 36 ересек адам келді. Олар көрермендер залында бір қатарға 9 адамнан отырды. Олар неше қатарға отырды дейді. Алдымен есептің шартын құрып аламыз. 72 бала және 36 ересек адам келген екен. Олар бір қатарға 9-дан отырыпты. Сонда олар неше қатарға отырды дейді. Ол үшін келген балаға ересектер санын қосамыз. 108 болады. 108-ді 9-ға бөлеміз. 12 болады. Яғни, олар 12 қатарға отырды. Келесі тапсырмаға назар аударайық. 5-ші тапсырмаға амалдардың орындалу ретін анықтап, баған түрінде жаз және есепте дейді. Бірінші өрнекте көбейту орындалады, одан кейін бөлу орындалады, одан кейін азайтулар орындалады. Екінші өрнекте көбейту орындалады, одан кейін көбейту орындалады, одан кейін қосудан кейін азайту орындалады. Үшінші өрнекте көбейту орындалады, одан кейін көбейту орындалады, шыққан сандар бір-біріне қосылады. Төртінші өрнекте бірінші жақшаның іші орындалады, одан кейін бөлу орындалады, одан кейін азайту орындалады. Келесі 6-шы тапсырмаға назар аударайық. Шаршының периметрі 16 сантиметр. Осы шаршыны сызып ауданын есепте дейді. Балалар, шаршының барлық қабырғалары тең болады. Сондықтан бұл шаршының периметрі 16 болса, оның қабырғасын табу үшін 16-ны 4-ке бөлеміз. Сонда бір қабырғасы 4 сантиметрден болады. Ауданын табу үшін 2 қабырғасын көбейтеміз. 4 сантиметрді 4 сантиметрге көбейтеміз. 16 квадрат сантиметр. Яғни бұл шаршының ауданы 16 квадрат сантиметрге тең. Келесі 7-ші есепке назар аударайық. Есепті әр түрлі тәсілмен шығар дейді. Тігінші 200 ақ және 150 қара түйме сатып алды. Ол әр қорапқа 50 түймеден бөліп салды. Қанша қорап қажет болды? Алдымен есептің шартын құрып аламыз. Ақ түйме 200, қара түйме 150 екен. Бөліп салыпты 50 түймеден. Сонда қанша қорап қажет болды дейді. Енді осы есептің шешуін табу үшін ақ түймеге қара түймені қосып аламыз. Барлығы 350 түйме болады. 350-ді 50-ге бөлеміз. Сонда 7 шығады.
яғни 7 қорап қажет болды. Бұл есепті басқа тәсілмен де шығаруға болады. Ол үшін 200-ді 50-ге бөліп, 150-ді 50-ге бөліп, шыққан сандарды бір-біріне қосып табуға да болады. Келесі 8-ші тапсырмаға назар аударайық. Бос орындарды толтыр дейді. 3 метр 9 дециметрде қанша дециметр болады? 39 дециметр болады. Оны сантиметрге айландырсақ 390 сантиметр болады. 548 сантиметрде 5 метр 4 дециметр 8 сантиметр болады. 80 сантиметрде 800 миллиметр болады. 5 сағат 40 минутта 340 минут болады. 1 километрде 1000 метр болады. 9 метр 8 дециметрде 98 дециметр болады. Келесі 9-шы тапсырмаға назар аударайық. Есепте деді. 3 метр 21 сантиметрге 4 метр 99 сантиметрді қосу керек. Ол үшін бірдей өлшем бірлікке келтіріп аламыз. 321 сантиметр қосу 499 сантиметр. Болады 820 сантиметр. Келесі өрнекте 2 центнер 49 килограммға 5 центнер 6 килограммды қосуымыз керек. Ол үшін бірдей өлшем бірлікке келтіріп аламыз. 249 килограмм қосу 506 килограмм. Болады 755 килограмм. 1 тоннадан 584 килограммды азайту керек. Алдымен тоннаны килограммға айландырып аламыз. 1 тоннада 1000 килограмм бар. 1000 килограммнан 584 килограммды азайтсақ, 416 килограмм болады. Келесі өрнек 9 центнерден 268 килограммды азайту керек. 9 центнерді килограммға айландырамыз, 900 килограмм болады. Одан 268 килограммды азайтсақ, болады 632 килограмм. Келесі 10-шы тапсырмаға назар аударайық. Текшелер 5 қорапқа бөлініп салынды. Бірінші қорапта 16, екіншіде 10, үшіншіде 14, төртіншіде 12, бесіншіде 8 текше бар. Текшелерді қораптан алмай, ағайынды 2 балаға қалай теңдей бөліп беруге болады? Бірінші балаға 16 және 14 текшесі бар қорапты берсек 30 болады бірінші балада, ал екінші балаға 10, 12 және 8 текшесі бар қораптарды берсек 30 болады. Сонда 2 баланың текшесі де 30-30-дан теңдей болады. Бүгінгі сабағымыз сіздерге ұнап жатса, осы каналға тіркеліп, лайк басып, пікір білдіріп кетуді ұмытпаңыздар.